Құрметті әріптестер, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетудің бизнес процестерін түсіндіруді жалғастыруда. Біз медициналық қауымдастықты қолдау инфо ақпараттық алаңындағы ашық сұхбатқа белсенді қатысуға шақырамыз. Сіздердің назарларыңызға медициналық санитарлық алғашқы көмек кешенді жан басына шаққандағы норматив шеңберіндегі медициналық қызметтердің тізілімі. Амбулаториялық емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив, медициналық санитарлық алғашқы көмек субъектісіне бекітілген халық тіркелімі ақпараттық жүйесінде тіркелген амбулаторлық емханалық көмек кешенді жан басындағы шаққандағы норматив, медициналық санитарлық алғашқы көмек кепілді құраушынан және амбулаторлық емханалық көмек кешенді жан басына шаққандағы норматив, медициналық санитарлық алғашқы көмек ынталандырушы құраушынан тұратын бекітілген бір адамға тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде медициналық санитарлық алғашқы көмек қызметтері кешенінің құны. Кешенді жан басына шаққандағы норматив қызметтерінің жиынтығы, медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсету ережесін бекіту туралы номері 281 бұйрыққа сәйкес медициналық санитарлық алғашқы көмек мамандары көрсететін қызметтер тізімінен тұрады. Консультативтік диагностикалық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы 2015 жылғы 28 шілдедегі номері 626 бұйрығына сәйкес бейінді мамандар көрсететін консультативтік диагностикалық қызметтер тізімінен тұрады. Біздің каналға тіркеліп, ұсынылған ақпаратты бағалаңыздар. Ұсыныстар мен сұрақтарыңызды қалдырыңыздар.